Қайырлы күн, сіздермен Жазира. Бүгін осындай өте қарапайым тағам жасаймыз. Видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен барлық керекті заттарды дайындап осылай турап аламыз. Бұл жерде сіздер үйде не бар болса, нені қаласаңыздар, мысалы капуста болуы мүмкін, қоссаңыздар болады. Етке менде қабырғаның еті, сіздерде қалаған қандай ет бар, тауықтың етімен жасасаңыздар да болады. Дәмі өте керемет, ерекше болады. Бұлай қазанда піскеннен гөрі, сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай табаға ет салып, үстінен тұз, приправаны қосамыз және қалған көкөністерді осылай қабаттап салып, оларға тұзды сеуіп, дәмдеушімізді сеуіп, салып, бетін қақпақпен жабамыз және осы кезде духовканы қыздырып қоямыз. Достар, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мені солай қолдап кетсеңіздер, өте қатты қуанатын едім. Мінекей картошкаларымызды салдық. Бетіне тұзды міндетті түрде салыңыз. Және кәді салдым. Тамағымыз 1 сағат уақытта пісті. Осылай қылып салып жеуге болады. Ас болсын, жасап көріңіздер.